Достар, бүгін осындай керемет табиғат аясында рецепт түсіретін боламыз. Қазанға қойдың балғын етінен керемет тамақ дайындаймыз. Мына осы жерде Талғар қаласының тау бөктерінде жүрміз. Осындай тапшанымыз бар. Мына жерге қазан ошағымыз енді. Осы қазанға пісіретін боламыз. Уже. Видео сниму. Значит, ты испортил писал. Как так лаялтыш? Как перекрыть знак нового? Бізге қажетті дүние мұны. Қойдың еті, картоп. Желательно көбірек қосамыз, біз енді балашаға көп болғасын. Тауда 2 үлкен орам жапырақты осылай ашып тастаймыз. Осындай пияз, сәбіз, бұрыш, мына қойдың құйрығы, осылай құйрығын бөлшектеп қоямыз. Ой, здесь что-то. Тұз, қара бұрыш болды. Қойдың етін тұздап аламыз. Қойдың балғын еті тоқты бізде. Тоқты емес, қозы. Қозы. То есть, қозы. 10 айлық. 10 айлық қозы. Даже уақытын біледі екенбіз ғой. Міне осылай тұздап алады. Бүгін мен жолдасымнан рецепт сіздерге. Қарап алыңыздар. Табиғат аясында үлкен ұжымға арналған тағам дайындаймыз. Атыз жетті. Қара бұрыш, қызыл бұрыш дедік ме? Қара бұрыш, қызыл бұрыш қосылу керек екен ішіне. Міне етіміз тұздап қойдық. Негізі қызыл бұрыш пен қара бұрыш қосқан дұрыс, бірақ бізде жоқ екен ол. Алмаппыз. Есть пияз бұрыш кені? Ал. Машинамызда бар ғой сок. Соны алып берейікші. Сок? Сок бар ғой әтті. Сок бар ғой, не істейсіз сокты? Ана, сен кішейді. Тұра берсін, ол қайтыр еді ішесін.
болды ғой? Иә. Енді картоп саламыз. Картоптарын бір келіп алып қоямыз. Ал? Стандартты алған дұрыс картопты. Иә, картопты стандарт қылып алған дұрыс. Бірдей қылып. Біреу дәу, біреу кішкентай картоп керек емес. Тазалап, әдемілеп, жуып саламыз. Осылай бетіне бірінің үстіне бір саламыз. Негізі арасына қызыл бұрыш, қара бұрыш салсаңыздар күшті болады. Бізде жоқ енді. Бармен жасап жатырмыз. Бізде қатын ютубер. Instagram блогер. Мында неше килограмм кетті жаңа қара болгерге де? Где-то шамамен бір. Не нәрсе жан? Картошка. Где-то 6 килограмм, да? 5 килограмм. 5 килограмм, 5 килограмм картошка кетті. Неше ет килограмм? 30 бола ма? Жоқ. 20 бола ма? 15-20 килограмм арасы. 15-20 килограмм арасы. Осы. Енді кеттік. Отқа. Картошка қосқаннан кейін үстіне тұзын салады екенбіз. Одан кейін осылай қырыққабатты бетіне жабамыз. Бұл сочность береді. Во-первых, во-вторых, тамақ өз сөліне өз буына піседі. Ешқандай сұйық май, ештеңе қоспаймыз. Табиғи өзі піседі. Өте дәмді тағам болайын деп тұр. Негізі қырыққабаттың жас түрінен алған дұрыс. Біздікі кішкене ескілеу қырыққабат болыпты. Бүгін өз бір түрлі рецепт болды. Сондықтан осылай барлығын бетін жауып шығамыз. Осылай жауып, әдемілеп. Тамаша болып тұр. Бүгін табиғат та тамаша, тағам да тамаша болайын деп тұр. Бұнда үстіне тұз себеміз ба кішкене? Жоқ. Себілмей ма? Піскен кезде көреміз жақ. Піскен кезде тұзын дәмін татып көріп тұру керек. Тұзы жетіспесе тұз салып қоясыздар. Әркімнің өзінің дәмін тату рецептеріне қарай ғой енді. Біреу тұздылау жақсы көреді, біреу тұз аздау жақсы көреді. Біз енді қатты тұзды емес, сәл татымды қып, енді татымды, дәмді тәтті қып жасаймыз. Мінекей, енді отқа қойдық осылай. Бисмилля. Енді араластырамыз. Чтоб бәрі соғы бір-бірінен ету үшін. Вау, уже картошкасы бәрі пісіп кеткен сияқты ғой, жан? Уже дайын. Өз сөліне пісті. Енді араластырып салуымыз ғана қалды. Картошкасы, картобы бойына сөлін сіңіру үшін біз араластырамыз осылай. Тұзын бір қарап қойға болады. Әдем болды ғой, күшті пісті.
картошкаларын алып алу керек еді. Неге? Бөлек. Езіліп піскен жақсы картошка. Маған сөйтіп ұнайды, соны өзім еземін. Езіп алдым. Езіле берсін. Мен күйеуіме солай ұнайды десеші просто. Мен күйеуіме ұнайды, өздеріңе ұнаса, бөлек картошкасын салып сала беріңдер деп. Осылай жейміз. Красота. Как же это вкусно пахнет. Неописуемо просто словами. Абиғат аясында. Ой, чуть не упала. Әдемі пісті. Астындағы құйрық май міне шығып жатыр. Құйрық май өзінің сөлін беріп әдемілеп пісті. Осымен тамағымыз дайын, достар. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар, қызықты видео күтіңіздер. Сорпасы кетіп жатыр ма? Май ма анау? Май мен сорпасы. Bismillah. Ondan öyle çıkmadı. Өзінің сөліне піскен ғой. Туалетте очередь болмаса болды ғой. Yok ondan emas. Жоқ, ондай емес, мен сізге А, қойып қойып аламын алып ғой, алло, иә. Болды анда примерно. Болды апа, иә. Құйрық май қойдыш. Қазір сен жейсің ба? Сен жек көрсе бірінші ол. Май жеуші мен негізі. Күйген май ғой, күйген қазанға. Май асыл жеймін. Шашлык май жеуші мен. Иә, бұрын. Тура один в один ғой. Яғни. Қазір көреміз. Шашлык. Бұрын жей беретін. Қазір атамның ше. Жүрекке тиіп қалды ма? Қозы ғой, қозы. 10 айлық қозы. 10 айлық қозы ғой. Осымен достар, тағамымыз дайын болды. Назар көріп тыңдағандарыңызға, тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз достар. Сау болыңыздар.